Барлықтарыңызға қайырлы күн. Ассалаумалейкум. Бүгін сіздерменен қарапайым бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге жылы сүт және де жылы су қажет. Және бір ас қасық тұз, шекер, бір ас қасық. Және де дрожж қажет болады, бір ас қасық. Бауырсағымыз жұмсақ болу үшін сұйық май қосамыз. Және де мен майонез қостым. Майонез немесе қаймақ қоссаңыздар болады. Және барлығын араластырып аламыз. Қантымыз, тұзымыз еруі қажет. Мен барлығын мөлшерін описание бөліміне жазып кеттім. Ұнның мөлшерін жазбадым, өйткені ұн әртүрлі болады, әр ұнның салмағы әртүрлі. Сондықтан ұнды қажетіңізше қосасыз. Ұнды көп қоссаңыз, қамырыңыз қатты болып, бауырсағыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан бізге жұмсақ қамыр ашыту керек. Қамырымыз жұмсақ болса, бауырсағымыз да жұмсақ болады. Осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр ашытамыз. Қамырымыздың бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге немесе жылы етіп ауа өтпейтіндей қылып орап қоямыз. 1 сағат өткеннен соң қамырымыз осылай көтеріледі. Көтерілгеннен кейін бетін сұйық майменен басып қоямыз. Және 1 немесе 2 рет басып қойсаңыздар болады. Менің қамырым дайын. Мен енді қамырымды жайып, 2 бөлікке бөліп алдым, жайып пісіруге дайындаймын. Қамырымызды осылай қатты жұқа, қатты қалың емес қылып жайып аламыз. Және де өздеріңізге ыңғайлы формаменен бөліп аласыздар. Мен стаканмен бөлдім. Немесе долымалық формамен бөлсеңіздер болады. Бауырсақтарымызды пісірмес бұрын 5-10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Сол кезде домалақ әрі әдемі болады бауырсақтар. Дайын бауырсақтарымызды қызып тұрған майға осылай пісіреміз және жиі-жиі аударып тұрамыз. Сонда олар тез-тез көтеріліп, домалақ болады. Бауырсақтар әдемі болады сол кезде. Және майымыз өте қатты қызған болу керек. Майды сіңіріп алу үшін астына салфетка төседім. Салфетка немесе газет төсеп қойсаңыздар болады. Не осындай домалақ, әп-әдемі, жұмсақ бауырсақтарымыз дайын. Менің видеом сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.